Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келіпсіз. Бүгін сіздермен осындай дәмді сочный болып шығатын котлет дайындайтын боламыз. Видеоның соңына дейін қарап, менімен бірге жасаңыздар. Ал шашырап пісетін күріштің де жасалуы бар. Толық YouTube каналымнан көре аласыздар. Алдымен бізге керегі фарш және картоп, сәбіз, пиязды осылай ашып болғаннан кейін таразымен өлшеп аласыздар. Міне осылай үкіштен өткізіп алдым, немесе блендермен майдалап алыңыздар. Сәбіз қоспасаңыздар, сәбіздің орнына да тағы да картоп қосып жіберулеріңізге болады. Барлығын өткізіп алдық. Міне, ал картоп, сәбізді майда жағынан өткізіп аласыздар. Дәмі тағы да өзгешерек болсын десеңіз, 2-3 чеснокты осылай майда жағымен өткізіп қосып жіберсеңіздер болады. Барлығын осылай қосып араластырамыз. Ескерту, картоптар менде ескілеу, солыңқыраған, сусыз картоп болды. Сондықтан ешқандай суы шыққан жоқ. Сондықтан бірден барлығын қосып жібердім. Егер сізде осылай бірінші картопты өткізіп алған соң суы шықса, сүзгіштің көмегімен суын сырғытып алып, сосын қосыңыздар. Сонда біздің котлетіміз қатты бұлжырап кетпейді. Қара бұрыш, тұз дәміне қарай ұнатып жатсаңыз, майдаланған кинзада аздап қосып жіберулеріңізге болады. Міне барлығын жақсылап қамыр илегендей етіп араластырамыз. Аздап укроп қосуларыңызға болады, ол енді өзіңіздің қалауыңыз. Бізге котлеттің сыртына осындай панировочный сухари керек болады. Кез келген нанның кептірілген, майдалап алсаңыздар дайын болады. Мен дайын түрін қолдандым. Негізі жұмыртқа қоспасаңыздар да болады, қыздар. Егер көпшілікке жасап жатсаңыздар, қосыңыздар. Бұлайша ең маңызды жайт котлеттің шашылмауы үшін осылай жақсылап қамыр сияқты араластырып ұрғылау. Яғни жақсылап күшпен осылай соғып тұрып ұрғылап шығамыз. Барлығы біркелкі болып кетуі керек. Сонда біздің котлеттеріміз шашылмай әдемі болып шығады. Барлығы біркелкі шықсын десеңіздер, котлеттің таразбен өлшеп жасаңыздар. Мен орташа 35-40 граммнан жасаймын, қатты үлкен емес. Үлкендеу болғанын қаласаңыз 50 граммен жасаңыз. Сонда барлығы біркелкі әдемі шығады. Қолымызбен осылай біріктіріп, қайта қолымызбен ұрғылап біріктіріп аламыз да панировочный сухариге аунатып аламыз. Егер сізде панировочный сухари болмаса, жай ұнға да аунатып жасасаңыздар болады. Астына пергамент қағазын төсейміз. Кез келген ыдыстың тақтай болсын, соның үстіне пергамент қағазын төсесеңіздер, асты жабыспайды. Барлық котлеттерімізді осылай қойып шығамыз. Барлығын осылай жасап, бірден пісіретін болсаңыз, бірден пісіресіз, немесе морозилкаға қатырып кейін деу жасаймын дейтін болсаңыз, дәл осылай морозилкаға қатырып аламыз. Қатқан соң ғана, әбден қатқан соң, бөлек ыдыстарға немесе пакетке салып қоюыңызға болады. Бірден қуырып, сосын қатырып жасауға да болады, қыздар. Менде оған уақыт болған жоқ, сондықтан бірінші қатырып, сосын қуырамын. Яғни майға екі жағын қызартырып аламын да. Міне қатты барлығы. Қатқан соң ыдыстарымызға салып, бетін жауып, морозилкаға салып қоямын. Ал енді пісіріп аламыз. Қызып тұрған майға. Морозилкадан шыққан бойда, ертпейсіздер, қыздар. Морозилкадан шыққан бойда екі жағын қызартырып аламыз. Қызып тұрған майға орташа отта. Оттың асты тіпті жай болып кетпесін. Міне екі жағын қызарғанша қызартырып, ал ашығамыз бірінші.
тек екі жағын ғана қуырып алғандықтан бізде таза піспейді, сондықтан булап пісіріп аламын. Немесе мантоваркаға пісіріп алсаңыздар да болады. Үстіне аздап су құйып, жарты пияладай су құйып, бетін жауып 20-25 минуттай жай отқа қойып қоямыз. Бір жарты сағат шамасында ары кетсе піседі. Міне котлеттеріміз дайын болды. Гарнирге өзіңіздің қалауыңызша подлив жасасаңыздар да болады. Менде жай пюремен күріш жасадым. Міне өте дәмді шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Күріштің жасалуы бар. Сіздермен кейінгі видеоларда кездескенше сау болыңыздар. Төменге пікір қалдырып кетіңіздер.